Қайырлы күн, достар. Менің аты жөнім Әсем Бұхай. Мен бала тәрбиесі жөніндегі маманмын. Мен бүгін Лев Толстойдың сөзімен бастағым келіпті. Ең қарапайым және ең үлкен азғынға апаратын жол бұл көпшілік не істеп жатыр, барлығы не істеп жатыр, мен де соны жасайын деген ой екен. Жалпы санаңызда көптеген ақпараттар болатын болса, ол сіздің бір өсуіңізге, дамуыңызға кедергі жасайды. Сол себептен сананы таза ұстау керек. Артық ойлар, артық жауапкершіліктер мына дүниеде де, ана дүниеде де сізге жақсылық тапқызбайды. Не үшін адам артық жауапкершілікті алады? Оның ең бірінші себебі көп болсақ жау алмайды деген сөз екен. Көп болсақ жау алмайды деп ойлады. Бұның түпкі себебі қорқу, жәнегі қорқынышпен қорқыту арқылы және бала күнінен тәрбиелеу. Содан кейін бала өзін ісін жасар кезде өзіне жауапкершілік алмайды және де жалған өмір сүре бастайды, жалған достар таба бастайды. Сосын баланы жаңағы жазамен тәрбиелейді. Содан кейін бала өзінің мақсат емес басқаның мақсатына, елдің артық жүгін алып алады. Сонымен бәленбай жыл сол артық жүкпен жүреді. Ол бала өзі меңгеріп, ол артық жүк екенін түсінсе және бойынан алып тастайды, ал түсінбесе сол беті соны ана дүниеге дейін алып кетіп жататын адамдар бар. Жалпы қарайтын болсақ, бір Джон Депп деген актер бар, сол өзінің бір сөзінде және айтады, мен бір күні анама жылап келдім дейді. Анам маған не болды деді дейді. Мен балалардың жәнегі мені мазақ қылып күлді, күнде солай күледі деп айттым дейді. Мамам айтты дейді, жәнегі қолыңа не түседі, тас па, ағаш па, қолыңа не түседі, сонымен тескен баланы ұр деп айтыпты. Сонан барып ол қолына түскен затпен барып ұрғаннан кейін балалар екінші рет жоламайтын болыпты. Содан бастап мен өзіме сенімділігім оянды дейді. Өзіме жәнегі бір күш пайда бола бастады дейді. Менің жәнегі осындай актер болуыма осы өзімнің табандылығым, өзіме сенімділігім әсер етті дейді. Жалпы сонда айтайын дегенім, шешесі жәнегі өзі барып, жәнегі өзі шешкен жоқ, ана директорға, мұғалімге барып айтқан жоқ, және баланың класстастары тиіскен кезде баланың өзіне қармақ беріп тұр. Балық ұстатқан жоқ, қармақ беріп, осылай жаса деді, бала барып жасады. Сонда айтайын дегенім, жәнегі өзіңе сену және коконнан шығу. Кокон деген баяғы сол қалыптан бүйтіп отыра бермей, сол қалыптан мен де шыға аламын деп жәнегі мінез құлқыңды және өзгерту. Бұрын баяғы бұғып жүре беретін болсаң, енді жақсылап жүруге тырысу екен. Ол жәнегі не емес, комфорттық зона емес, бұл дегенің ол батпақ, және батпақтан шығу жолы. Жауапкершілікті алу бұл ол үлкен не. Бұл енді сезіну керек, жауапкершілікті алып, бір жұмыс жасағанда да өзіңнің ғана жауапты екеніңді алып. Артық жүкті көтеріп алып жүретін себебі ол көппен көрген ұлы той деген сөз бар, қазақта. Оны жақсы жаққа пайдаланған әрине жақсы, кейбір адамдар жаман жаққа пайдаланып та жатады. Адам өзін, мысалы, бір жамандық жасаса, өзін ақтап алуға тырысады. Оның түпкі себебі жәнегі сыннан қорқу. Сыннан қорқу ол анау не дейді екен, мынау не дейді екен. Хотя ол адам сіз туралы мүлдем ойламауы мүмкін. Ол кісінің сізді ойлауға да уақыты жоқ, ол кісінің проблемасы өзінде. Ал біз өзіміздің жәнегі ойымызша ол адам бізді сөйтіп ойлайды деп ойлаймыз. Бұл біздің ойымыз ғана. Шын мәнінде ол адам тіпті олай ойламауы да мүмкін. Және көппен көрген ұлы той
деген сөзді біз жәннатқа баруға қолдансақ, және жақсы жаққа қолданған болып табылады екенбіз. Біз бір сахаба, бір мұсылмандарға көп әскермен көмектесуге бара жатқан кезде о жақта және оба ауру таралып жатыр, қайтыңыздар деген хабар келеді. Сонда жәнегі қайтайық деген кезде бір нөкерлерінің бірі, жаңағы сахаба, қайтайық дейді. Сонда неге біз жәнегі Алланың несінен, тағдырынан қашып отырмыз ба сонда деп айтады. Сонда айтады, біз Алланың тағдырынан Алланың тағдырына бара жатырмыз дейді. Жалпы сонда адамда таңдау бар екен. Сонда жәнегі сахабаның өзінің ниеті таңдауы болып тұр. Жаңа баратын болсақ, біз сол жерде көп әскерімізді, жәнегі адамдарымызды түгелдей қырылып қалуымыз мүмкін. Оданша қайтайық деп орта жолдан қайтып кетеді екен. Жалпы айтайын дегенім, карантин кезінде де көптеген адамдар үйінде жатып, жәнегі тойға бармай, өзінің денсаулығын, елін ойлап, жәнегі бармай қалған адамдар болды да, және де қойшы не қалады ғой дейсің деп барып ауыртып қаншама адамдардың жәнегі шықпай тұратынымыздар қауіпті дегеніне қарамастан шығып қайтыс болған қаншама адамдар болды. Сонда жәнегі бұл көппен көрген ұлы тойдың бір жағынан зияны да бар, бір жағынан жақсы жағы да бар екен. Соны ажырата білген дұрыс деп ойлаймын. Артық жауапкершіліктің тағы бір түрі, жәнегі Гитлер мен Шыңғысхан екеуі жәнегі бір мемлекет, бүкіл әлемді бір адам ғана басқарып, және бір заң орнатса деп ойлады. Олардың ниеттері дұрыс, бірақ іс-әрекеттері дұрыс емес, мінез-құлық модельдері дұрыс емес. Диктаторлық арқылы елді басқаруға, адамзатты басқара алмайсың. Сондықтан олардың және нәтижеге жете алмады. Амал дұрыс емес. Ата-аналарда да мысалы, бір нәтижеге жету үшін және баланы ұрып соғу арқылы емес, және айту мақсатында өзінің іс-әрекетін, ойын жеткізуге болады. Сонда балалардың мысалы тәрбиелеген кезде, ұрып соғу арқылы және білімге жеткіземіз деп ниеттері дұрыс, білімге жеткізу іс-әрекеттері дұрыс емес. Түпкі себебі өзінің бағасын көтеру, мысалы туысқандарына жанашыр және сияқты болып тұрады, ішкі жан дүниесі секілді болып тұрады. Ал бірақ оны жан ашу арқылы адамға көмектесе алмайсың, наоборот, оны батпаққа батырасың. Жәнегі түпкі себебі өзінің бағасын көтеру, және ақша беріп, ол және бейшара болып отырған адамды одан сайын бейшара қыласың. Оның жәнегі хақысына кіресің, өзіңнің хақыңа кіресің, Алланың хақысына кіресің. Өзінің бағасын көтеру, туған туысқандарының арасында жәнегі ой, мына туысымыз жақсы еді деп, ниет дұрыс, дегенмен де іс-әрекет дұрыс болмайды. Түпкі себебі өзін-өзі және бағалай алмайтын адамдардың көбі осылай жасайды екен. Және өз-өзімен жұмыс жасамаған, және өз-өзіне сенімсіз, өз-өзін бағаламайды. Оның түпкі себебі іс-әрекетіне және мәнді бермейді, өзі мәнді бермейді. Іс-әрекетін өзі күтейді, іс-әрекетін өзін-өзі қолпаштамайды. Өзін-өзі мысалы торт пісірді ма, бүгін басқа бір түрінен әдемі қылып, кремін әдемі қылды ма, одан да әдемі қылды ма. Сол кезде өзін-өзі көтермелеп, жаңағы жарайсың деп бір кішкентай сыйлық алмауда, өзін-өзі іштей жәнегі мәнді беріп, өзін-өзі және жетелемеуде болып тұр.